Қысқасын айтқанда, мен агентпін. Мен әдеттегідей көшеде жүрдім. Телефоныма біреу хабарласа бастады. Телефонға қарасам бастығым екен. Телефонды алсам бастығым: "Шалдың үйіне ұры түсті. Шалдың үйіне барып тез арада істі мән-жайын анықта!" деп телефонды қоя салды. Мен біраз загрузка болып қалдым. Үйге тездетіп барып, барлық керек заттарымды алып, шалдың үйіне смело бара жаттым. Шалдың үйіне келдім. Шалды үйінің алдынан, артынан, үйінің ішінен, тіпті шелектің астына дейін іздедім. Шалды таппадым. Bir кезде сарайдан біртүрлі дауыстар шықты. Мен жайлап есіктен сығылап қарап едім. Ё-майо деп кішкене загрузка болып, жоспар құрайын деп шештім. Ойыма дым келмеді. Миыма ештеңе келмеді. Вообще ойлана алмадым. Не істерімді білмей, ұрылардың көңілін аударайын деп шештім. Сарайға атып кірдім. Мен ұрыларға қарадым. Ұрылар маған қарады. Мен билей бастадым. Ұрыларға ұнамады. Мен сарайдан атып шықтым. Мен өзіммен бірге алып келген заттарым бар емес пе? Сарайға атып кіріп, зубочистканы лақтырдым. Екі ұры жындана бастады. Мен шош кетіп, қолыма түскен заттарды лақтар салдым. Екеуіне де тиіп талып қалды. Сол кезде екеуіне де наручник тағып алып кетті. Шал өзінің құтқарғанына рахметін айтып, иығынан қақты. Бұл маған ұнамады. Қысқасын айтқанда, мен агентпін.